Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін жеті шелпек, яғни шелпек дайындайтын боламыз. Жұмсақ, керемет болып шығады. Менің рецептімен дайындап көріңіздер. Терең ыдысымызға су, сүт, яғни олар жылы болуы керек. Үстіне тұз, қант және де бір ас қасық майонезді саламыз, араластырамыз. Кейіннен 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Және де аздаған ашытқыны салып араластырамыз. Кейіннен өлшеніп қойған ұнды салып араластырамыз. Яғни жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз біздің қолымызға жабыспайтын болуы керек. Бетін жауып, жылы жерге қойып 30-40 минут күтеміз. Көтерілгенше, яғни ашығанын күтеміз. Біздің қамырымыз ашығаннан кейін өлшейміз. Менде 1 килограмм 200 граммдай қамыр шықты. Теңдей 10-ға бөлдім. Сіз қалауыңыз бойынша өзіңізге ыңғайлы етіп бөлсеңіздер болады. Кейіннен жаймалап жайып, қызып тұрған майға шелпегімізді саламыз. Шанышқының көмегімен шелпекті тесіп шығамыз. Майда 2 беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Біздің шелпегіміз осылайша дайын болады. Міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.